Есімім Рахманова Айгүл, Сайын Шапағат тұрғынымын. 2015 жыл осы Сайын Шапағатқа көшіп келдім. 2023 июль айына шын жировкам нормальный төленіп отырды. 2000 июль айының жировкасында 280 мың ақша маған шығарып берді. Мен ол құбырды не үшін төлеймін? Во-первых, олардың өздерінің құбырлары жасамайды. Тексерттім. Мен даже счетчигімді де аударттым, что по нолям оплачивание болсын деп. Қазір міне құбырды ашып жаңа көрсеттім. Давление жоқ, самотектің өзінде капать етіп әлі ағып тұр. ТВС-тің адамдары қайда қарап отыр? Біз не үшін ақша төлейміз? Ауаның ақшасын не үшін мен төлеймін? Маған сол мәселені шешіп беруіңізді сұраймын. Шаршатты, мен міне сентябрьден бері жүрмін. Аманатқа да жаздым. Финполға да жаздым. Төрт жерге жаздым мен. Менің бәрі қағазым қолымда бар. Но еш жерде маған келген хат жоқ. Аманатқа берген екен, что бәрі жасалды, көрсетті деп. Оған мен екінші кезде хат жаздым. Аманаттың адамдарына жібердім. Ештеңе жасалынған жоқ. Міне тап осындаймен әлі тұр деп. Халықты алдап жүр, мекеме бір-бірін алдап жүр. Сосын ең бірінші кезек осы мәселе шешілместен бұрын біз айттық, бізге неге уведомление бермейді? Халықты неге ескертпеді? Сол бұрынғы біздің жаңа кім кет қалды, ТВС-ке өтті деген, бізге деген договор беру керек, уведомление айту керек. Бізде бәрі жаңа мекеменің арасында болатын зат. Между собой, короче, вот это все решается. Бір мекемеден екінші мекемеге өтті. Сол себептен сізге хабар берілген жоқ. Хабар газетке шықты дейді. Қазір екінің бірі, ешкім газет оқымайды, бәрі Инстаграмда. О, Инстаграмда ашпаймын екен, біздің жұмыспен жүріп, біз тіпті мен шынымен айтсам, мына YouTube заттарға да кірмеймін екен. Мына халықпен бірге, мына мәселе айқай басталғалы, халықтың ортасында жүрмін. Халықпен бірге менде өзіміздің чатымыз бар екен. Ауылдың чатында кеше осы 2 ай бұрын білдім. Сол чатқа кіріп, күнде жан айқайымызды айқайлаймыз. Онымен біздің жан айқайымызға шығып атқан ешкім жоқ. Әкімдік орталығынан бізге осы жан айқайды халықты түсінсе екен деген менің үмітім бар. Халыққа көмек келсе екен деген. Мен неге төлеймін? Ол ақша жаз бойы біздің ауылда су болған жоқ. Шарбағында көрсете, егіндерінің бәрі қурап кетті. Жаз бойы біз осы сумен қолданған жоқ. Мен не үшін төлеймін 280 мыңды? Ақшұқырдың адамдарына да шығып жатыр. Мына Сайын Шапағаттың адамдары. Мені осы біздің ауылдың адамдарына осындай ақша шықты. Антикор тексеру керек. Антикорға да жаздым мен. Ояқтында арыз бар менде. Жауап келген жоқ. Ешқайсынан да жауап келген жоқ. Но арызым қабылданыпты.